Баршаңызға сәлем. Бүгін біз екі ингредиенттен тұратын безе жасаймыз. Құрғақ, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Мен 3 жұмыртқа қолдандым. 3 жұмыртқаның ағы 96 грамм болды. Енді осыған 2 есе қантымызды саламыз. Яғни ол 192 грамм болады. Барлығын лопаткамыздың көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін біз оны су буында қайнатамыз. Қант ерігенше шамамен 5-8 минут ұстаймыз. Міндетті түрде осылай араластырып отыруымыз қажет. Осылай көпіршіктер пайда болғаннан кейін қантымызды тексеріп көреміз. Қантымыз еріген болса, миксермен енді араластырамыз. Ең жауапты сәт осы жерде. Қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Қол миксері болғандықтан шамамен 15-20 минуттай араластыруымыз қажет. Осындай қалыпқа келуі керек. Көріп тұрғандарыңыздай миксердің ізі қалуы қажет. Енді су буынан алып, оны 15 минуттай миксерлейміз. Басында ақырын жылдамдықтан бастап, соңғы жылдамдыққа дейін миксерлеуіміз қажет. Формасын жақсы ұстайтындай қылып миксерлейсіздер. Қол миксері болғандықтан шамамен 15-20 минут уақыт алады. Дайын болған сәтте формасы қаттырақ бола бастайды. Беземіздің дайын болғанын осылай тексереміз. Төңкерген кезде беземіз ағып кетпеуі қажет. Енді өздеріңізге ұнаған кез келген красительді қосып миксерлеп аласыздар. Мен осындай 333 насадкасын қолдандым. Одноразовый мешокқа салып аламыз және оған беземізді салатын боламыз. Пергаментімізді төсеп аламыз және насадкамыздың көмегімен осындай безелер жасаймыз. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі насадка қолдансаңыздар болады. Формаларын келтіріп шықтық. Енді 60 градуста 2,5 сағат кептіреміз. 2,5 сағат өтті. Безелеріміз дайын. Беземіздің дайын немесе дайын болмағанын осылай тексереміз. Міндетті түрде асты құрғақ болуы қажет. Мен сіздерге бір безені сындырып көрсетейін. Арасы осындай құрғақ және өте дәмді. Тек 2 заттан тұратын өте дәмді әрі құрғақ болып шығатын безелеріміз дайын. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған қымбат. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.